Балықтар, маусым айында сіздерде энергия, күш көп. Себебі Марс ғаламшары біздің жігерімізге, күшімізге жауап беретін сіздердің бірінші салаларыңызда тұр. Мен деген эго, өздеріңізге сенімдеріңіз өте мықты. Потенциал, энергия көп сіздерде. Кез келген есікті жарып шығуға, кез келген идеяңызды, арманыңызды жүзеге асыруға, кез келген кәсібіңізді ашуға, емделуіңізге, үйленуіңізге, тұрмысқа шығуыңызға, барлығына сізде күш көп. Мұндай уақыт көп бола бермейді, пайдаланып қалыңыздар. Және мына Юпитер ғаламшары сіздердің екінші желеп жебеуші ғаламшарларыңыз болып табылады. Егіздер белгісіне өтті 1 жылға. Енді жеңіл энергия, адамдармен араласу, контакты, ел, жер көру, оқуға деген талпыныс сіздерде көбейетін болады. Аға, іні, бауырлармен араласу, көрші қолаңмен, жақын араңызбен араласу, бір қаладан бір қалаға жүру, осындай кезеңдеріңіз болады. Сатурн ғаламшары өте бір жауапкершілікті мойынға арту, шектеу ғаламшар болып табылатын. Мына бір кеудені басып тұратын бір цементтен жасалған бір плита секілді шектеу ғаламшар, жауапкершілікті мойныңызға артуды үйрету ғаламшары қазір тура балықтар белгісінде сіздердің белгілеріңізде тұр. 2023, 2024, 2025 жыл бойы тұрады. 2026-та барып тоқты белгісіне өтеді. Тоқты белгісіне сіздердің екінші салаларыңыз болып саналады. Қаржының келу жолдарын, жауапкершілікті алуды үйретіп, сонда өтетін болады. Ал қазір бірінші салаларыңызда, мен эго салаларыңызда сіздерге мына өздеріңіздің істеріңіздің маманы болуды үйрету, жауапкершілікті алуды үйрету, өмірдің сынақтарына төзуді, есею кезеңдеріңіз болып табылады. Балаларыңыздың алдында, ата-анаңыздың, досыңыздың, отаныңыздың, анаңыздың әрбір мына аузыңыздан шыққан сөзіңіз үшін жауап беруді. Мемлекеттік бір инстанциялардан соларға бір жауап беретін орындардың барлығында қарыздарыңызды, парыздарыңызды өтетіп, уәделеріңізді орындататын болады. Кімнің алдында қарызыңыз бар, берешегіңіз бар, оның үстіне осы маусым айында дәл осы Сатурн ғаламшары қайта кері қарай бұрылады. Бұл ситуациялар қайта өміріңізге оралады деген сөз. 2026 жылдың қаңтар айында барып тоқтылар белгісіне өтеді. Сол кезеңде барып сіздерді босатады. Бір деп бір демалғандай, одан ары өмірлеріңіз жеңілдеу болады. Жауапкершілік ғаламшарының сынақтарынан өткеннен соң. Мұнан соң өмірдің бір сыйлары, өмірдің бір наградалар келетін болады. Және оны ешкім тартып ала алмайды.